Келді мейрам қазағымның төріне, жыл басталып, нұр ойнайды көгімде. Жер құлпырып, жасыл желек жамылып, нұрын төгіп самалы, есіп өтер жерімде. Бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. 22 наурыз жаңа жыл, шаһарымызда жоғарғы деңгейде аталып өтті. Жыл басын аудан әкімі қазалы халқын айтулы мерекемен құттықтады. Аудан әкімі 2023-2024 жылы Қазалы қаласында қандай өзгерістер болғанына есеп берсе, ағымдағы уақытта қандай жаңалықтар болатынын атап өтті. Мәселен, биыл мемлекет басшысының бастамасымен елімізде Наурыз мерекесін атап өтудің Наурызнама атты жаңа қаулысы бекітілген жеткізді. Және тұрғындардың жаңа баспана алуына жағдай жасай отырып, 52 отбасыға жаңа баспана кілті табысталған тілге тиек етті. Тек бұл ғана емес, Ғани Мұратбай, Бекарыстан би ауылдық округтерінде жаңа мектеп құрылысы жүргізілу үшін арнайы құжаттардың дайындалуы үстінде екенін жеткізіп, халық қошеметіне бөленді. Құрметті аудан тұрғындары және бүгінгі мерекеге қатысушы қонақтар, баршаңызды ұлыстың ұлы күні, мәртебелі мереке Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздерді аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлы мерейлі мерекемен құттықтап, ыстық ықыласын жеткізуде. Халқымыз ұлы күнге балаған, жыл басы санаған әз Наурыз бірлік пен береке мейрамы. Дастарханға ақ толатын, елімізге бақ қонатын, бүгінгі арайлы шақта халқымыз ұлыстың ұлы күнінде болықтаған. Күн мен түнді теңеген іргемізді ізгілікке бөлеген Наурыз бүкіл адамзатқа шаттық сыйлайды. Бұл күні адамдар бұлақ көзін ашып, тал еккен жоқ жүдікке жәрдемдескен. Алыс кеткен ағайын қауышқан, араз жандар татуласып қайта табысқан. Ұлыстың ұлы күні көңілде кірбің қалмай қауышатын, түсіністікпен табысатын күн. Қадірлі қауым, топырағының түртсен терең тарихынан сыр шертетін қазалы жерінде өткеннен өнеге өріктетін орындар, қасиетті топырағында туған тумысы бөлек танымал тұлғалар жетерлік. Тарих бетін парақтар болсақ, бұл киелі мекенде Жалаңтөс пен Әйтеке, Жанқожа мен Ақтан секілді ел үшін жаны қиған баһадүр батырлар, одан бері жастар шығысына айналған жетекшілік еткен Ғани Мұратбаев, көмейіне бұлбұл ұя салған Роза Бағланова және Мәдина Ералиева, ән өнерінің майталманы Кеңес Дүйсекеев сынды даңқты тұлғалар дүниеге келген. Осындай құшағында жестаңдай әншілер мен елдің мұңын жоқтаған ақындар, ел қорғаған батырларды дүниеге келген алтын бесігімізді әрқашан мақтан тұтуымыз керек. Ұлы өркениетімізден тамыр тартқан ұлыстың ұлы күні ай мен күндей әлемге бірдей адамзаттың ортақ қазынасына айналды. Біріккен ұлттар ұйымының Наурызды халықаралық мереке ретінде қабылдауы да сондықтан біз басты байлығымыз берекелі бірлігімізді көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Өткен жылға өкпе жоқ, жаңа жылдан үміт көт демекші, өткен жыл мемлекетіміз бен сыр ел ішінде берекелі, ырысы мол жыл болды. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы аймаққа жасаған жұмыс сапарында өңірде атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді. Әрине, мемлекет басшысының берген бұл бағасына ынтымақ пен бірліктің байрақ еткен еңбек сүйгіш әрбір қазалылық ағайынның үлесі зор деп санаймын. Биыл мемлекет басшысының бастамасымен елімізде Наурыз мерекесін атап өтудің Наурызнама атты жаңа тұжырымдамасы бекітілді. Аталған тұжырымдамада негізде ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы елімізде 14 наурыздан бастап мерекеленетін болды. Көрісу күнінен бастау алатын мерекелік шаралар 23 наурызға дейін жалғасады. Әрбір күн белгілі бір тақырыптық негізге бекітілген. Ең бастысы 10 күн бойы өтетін салтанат ізгі амалдарға, мәдени сауық кештер мен әдет ғұрпымызды, салт дәстүрлерімізді дәріптеуге арналмақ. Біздің ауданымызда да 14 наурыз амал мерекесінен бастап ұлттық дәстүрлерімізді дәріптейтін күн сайын түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған, біздің өлкеміз ішінде Наурыздың алар орны айрықша. Сіз бен біз болып айтулы күнге дайындықты көктем шығысымен-ақ ауданымызды тазарту, сенбіліктер өткізу арқылы бастап кеттік. Наурыз айының басынан бастап ауданымызда 2 айлық тазалық айлық басталып, ауданымыздың әрбір ауыл аймағында көркейту, көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп келеді. Жыл өткен сайын ауданымыз жаңарып, өсіп өркендеу гүлдену үстінде. Осы орайда барша кент,
қала, ауыл тұрғындарын туған жеріміз, ортақ үйіміз құтты мекен Қазалы ауданының тазалығына бірлесе ауызбіршілігін атсалысуға шақырамын. Мемлекет басшысының жолдауларынан туындаған міндеттерін орындауда ауданда индустриялық инновациялық жобаларды іске асыру, өндірісті индустрияландыру, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, халықтың әл-ауқатын жақсарту шаралары дамып келеді. Өткен жылдағы ең басты жаңалық Қазалы ауданы 95 жылдық мерейтойын атап өтті. Бұл тарихи сәтке қасиетті аудан толымды табыстармен жетті. Даталы мерейтой аясында ауданда түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, бірқатар әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді. Мұнан бөлек Қазалы ауданы өнімді өңдеу саласы бойынша озат аудан атанды. Тағы бір қуанышты жаңалық, биыл Абай елді мекеніне орамішілік газ желілерін жүргізу құрылысы қарқынды жүргізілуде. Соңғы жылдары ауданда ауыл арасындағы жолдар мен елді мекеншілік көшелердің жағдайы жақсарып келеді. Өткен жыл ауданымыздағы құрылыс саласы да айтулы жаңалықтарға толы болды. Қуатты өңірлер мен ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында республикалық бюджеттен әлеуметтік осал топтарға 52 пәтер сатып алуға қаржы бөлінді. Нәтижесінде 52 отбасыға жаңа пәтердің кілті табысталды. Бұдан бөлек үш ауылда Бозкөл, Абай, Каукей ауылдарында дәрігерлік амбулатория құрылысы басталып пайдалануға берілді. Аудан тұрғының тағы бір қуанышы көптен тұралап қалған Әйтеке би кентінде 600 орындық мәдениет үйі пайдалануға берілді. 2023 жылы аудан халқы асыға күткен Әйтеке би кентіндегі 250 орындық мектептің құрылысы толық аяқталып, білім ордасы өз жұмысын бастады. Сол секілді Құмжиық ауыл округіндегі Күлетов атындағы 92-ші орта мектеп күрделі жөндеуден өтті. Ал жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Жанқожа Батыр ауылында 300 орындық мектеп құрылысы қарқынды жүргізілуде. Аталмыш жоба аясында биыл Әйтеке би кенті Қазалы қаласының аралығында 600 орындық мектеп құрылысы басталатын болады. Мұнымен қоса Бекарыстан би, Ғани Мұратбаев ауылдардағы жаңа мектеп құрылысын жүргізу үшін жоба сметалық құжаттары әзірленуде. Сол секілді, осы жылы аудан орталығынан жалпы құны 1,8 миллиард теңге құрайтын руханият орталығының құрылысы басталады. Сонымен қатар Әйтеке би кентінде және ауылдарда жаңа спорт кешенінің құрылысы жүргізілмек. Сондай-ақ биыл Қазалы қаласында 10 көшеге, Әйтеке би кентінде 7 көшеге күрделі жөндеуден өтіп асфальт төселетін болады. Қадірлі ағайын, бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің ғана ырысы мен табысы мол болмақ. Кез келген мемлекеттің басты құндылығы оның тәуелсіздігі, ұлттық бірлігі, қоғамдағы бейбітшілігі мен келісімінде. Ауданымыздың өркендеу жолындағы елеулі еңбектеріңізбен туған өлкеміздің әлеуметтік экономикасына қосқан еңбек жолындағы абыройлы істеріңізге табыс тілеймін. Ұлыстың ұлы күні тілек айтып, не сұрасаң да жарасады деген сөз бар. Биылғы жыл қорамыз малға, қырманымыз дәнге толсын. Биылға ұлыстың ұлы күні қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақ жеріндегі дін мен дәстүрдің үйлесімі дәл осы кезде айқын көрінеді. Қайырымдылық пен имандылықтың, бірлік пен достықтың бастауы әз Наурыз мерекесінде баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға баянды бақыт, береке, бірлік тілеймін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз тағы да құтты болсын ағайын. Ұлыстың ұлы күнінде ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан аудандағы бірқатар ірі кәсіпорындарға облыс әкімінің арнайы құттықтауын аудан басшысы табыстады. Бүгінгі айтулы мерекеде көшелерге киіз үйлер тігіліп, шатырлар құрылса, сахнада талантты жандар халықты өнермен, кәсіпкерлер Наурыз көжесімен сусындатты. Барша Қазалы халқын Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, келген оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жыл Наурыз мерекесі өте керемет өтті, жоғары деңгейде болды. Бізге ұнады. Талантты жандардың бір сахнаның астында жинай алғаны Наурыз мерекесі үшін Қазалы халқының бір шаңырақ астына жинап, адамдардың жүзіне күлкі ұялата алғаны. Арқа-жарқа болған халық ескі реніштерін өткен жылға тастап, жаңа жылда бір-біріне табысты жыл тілеп, қол өнер бұйымдарымен бөлісті. Қазалы жұртшы, сіздерді әз Наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жаңа жылдың жаңа бастауы дейді. Осындай әз Наурызға жете беріңіздер. Отбасыларыңызға мереке, бірлік, шаттылық тілеймін. Әрдайым дендеріңіз сау болсын.
Рамазан айы мүбәрәк болсын. Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Әрдайым осындай мерекеден мерекеге әрдайым күліп ойнап жүріп қарсы ала беріңіздер. Ал құрметті Қазалы ауданының тұрғындары, бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекеміз құтты болсын. Наурыз мерекесі халқымызға жақсылығымен, берекесімен, мол жаңалығымен, жақсылығымен келе берсін. Ақ мол болсын, ұлыс оң болсын. Барша қазақ еліне жақсылық тілеймін. Қазалы ауданымыз көркейе берсін. Бүгін Наурыз мерекесіне аудан жұртшылығына өте керемет концерт, өте керемет ұйымдастырған ойын шаралар барлығы жақсы өтуде. Болашақта осы ауданымыз көркейіп, абаттанып, халқымыз қанаттанып, жылдан жылға аман есен жете берейік. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Жас буын өздерінің өнер туындыларымен көрініс би арқылы халықты тамсандырса, ал орта буын халық әндерін шырқап, көшелерді шаттыққа толтырды. Оннан аса киіз үй мен шатырлар құрылып, бүгінгі әз Наурыз мерекесі Қазалы халқының еңсесін көтеріп, рухын көтеріп тастады. Наурыз мерекесі ұлт пен ұлыстың сағынып күтетін мерекесіне айналып, бүгінгі күнде жаңартылған мазмұнмен жарасымды сән салтанатпен түрлене түскенін көреміз. Зарина Оңалқызы, Жұмағұл Шәкәрім, Ерғанат Асаутаев, Серік ТВ телеарнасы.